Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағым информатика 7 сынып Алматы кітап оқулығы 3-90 4 бөлім Python тіліндегі алгоритмдерді программалау. Оқулықтан 109-110 беттегі тапсырмалардың программасын құрастыратын боламын. Сабақтың тақырыбы файлдармен жұмыс. Сабақтың мақсаты Python программалау тілінде файлды оқу және жазу. Файл дегеніміз деректерді тұрақты жадта ұзақ уақыт сақтауға арналған дискінің атауы берілген аймағы. Файлдармен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде 4 нәрсені ескеру керек. Open, яғни файлды ашу, read, файлды оқу, write, файлға жазу, close, файлды жабу. Міндетті түрде. Open функциясының жұмыс режим түрлері оқулықта 6 түрі берілген. Мен қазір біз қолданатын 3 түрін алып отырмын. R, яғни R дегеніміз файлды мәтіндік режимде ашады. W дегеніміз жаңа файл жасап, оған деректерді жазады. A дегеніміз append, яғни соңына қосып отыру деген мағынаны білдіреді. Оқулықтан 109 бетте тапсырмалар берілген. 109-110 бетте. Бірінші тапсырманы оқимын, яғни мына жерде жұлдызшалар қойылған. Бірінші жеңіл, 2 жұлдызша, ол сәл күрделі деген тапсырма. Бірінші тапсырма input text мәтіндік файлда аралары бос орыннан ажыратылған A, B, S бүтін сандары берілген. Осы сандардың арифметикалық ортасын табатын программа құрастыр. Нәтижені output text файлына жаз. Яғни бізде A, B, S 10, 20, 30 сандары берілген. Оның арифметикалық ортасын табу үшін дәл осы сандарды қосып, сол қосқан үшеуіне бөлсек, бізде 20 шығады. Енді қазір файл сақтап қойғанмын жерге. Бірінші input text файлын ашып аласыздар міндетті түрде. Жаңа файл ашу үшін файл, new файл деймізде сақтаймыз оны. Save as, дәл осы папканың ішіне мына жерге input text деп жазасыздар. Input text, яғни py деп сақтамайсыздар оны, text форматында аласыздар, сохранить басасыздар. Бірінші кіріс файлы input text-ны сақтап аласыздар. Соңынан жаңа файл ашып, қазір мен сіздерге дәл қазір консольда, яғни shell'да жұмыс жасап көрсетейін. Жазып алдым, 3 санды беріп, map int input split, яғни бүтін сан енгізу, оның араларын бір қатарға жазып, бір қатарға бөліп жазу. Үшеуін қостық, және үшеуінің қосындысын 3-ге бөлдік. Яғни мынау бізде бүтінін алу деген мағынаны білдіреді. Егер біз процент белгісін қойсақ, қалдығын алу болады. Бүтінін алу бұл жерде, яғни меншік деген емізді, мына жерде print нәтижені шығару. Run. 10, 20, 30. Нәтиже 20 шықты оқулықтағыдай. Енді файлмен жұмыс жасауды көрсетейін. Дәл осыдан файлмен жұмыс жасауды көрсетейін. Мінекей екеуінің айырмашылығын көріп отырсаңыздар болады. F1 open, яғни айнымалы бересіздер. Мына open'ның алдына айнымалы. F1 бізде F1 файл ашылып жатыр. Ашылған файл міндетті түрде жабылу қажет. F2, яғни output шығыс файлын ашасыздар, және оны да міндетті түрде жабылу керек. Ашылған open жабылу керек. Жаңа айтып өткендей, төртеуімен жұмыс жасаймыз дедік. Open, read, write және close. Бұл жерде input text деп ашып алдық та, мынаны қараңыздар, мына жерде байқасаңыздар map input,
біз әшейін жай консольда жұмыс жасаған кезде input деп енгізеді екенбіз. Файлмен жұмыс жасаған кезде міндетті түрде readті қолданады екенбіз. Бұл жерде мінекей input'тың орнына мына жерде read жазылып отыр. Read split, яғни арасын бөліп жазу. Дәл осылай етіп, мына енің өзін ала салдым мына жерде. Еге меншіктерге 3 санның қосындысын және оған бөлгенде 3-ге. F2, яғни output.txt файлын мінекей аштық. Яғни мынау оқу болса, мынау жазу дегенді білдіреді. F2 write str e. Яғни str дегеніміз не екенін айтып өтейін. Біз файлмен жұмыс жасаған кезде бүтін санды қабылдамайды екен. Міндетті түрде жолмен str типпен жазылу керек. Файлға жазған кезде міндетті түрде жолмен жазылуын қолға алыңыздар, қараңыздар. Output.txt файлы сақтаған кезде автоматты түрде өзі қосылады. Print дегеніміз бізде тек консольда ғана жазылады. Файлда қолданылмайды, байқаған болсаңыздар, мінекей print. Ал бізде файлмен жұмыс жасаған кезде print жоқ. Екеуінің айырмашылығын көріңіздер, сіздер жұмыс жасап, байқап, сынап көріңіздер. Run батырмасын басайын. Мінекей, бұл жерде сіздер shellға бермейсіздер. Мынау буманың ішіндегі output.txt файлын ашып көресіздер. Мінекей, 20. Бұл output.txt файлын жапсақ та болады. Мінекей, 20 шықты. Мынау енгізу файлы. Енгізіп қойғанымызда алдын ала енгізіп қоясыздар. Өшіріп тастадым. Run, байқаңыздар. Қазір мен орындауға жіберемін. Run. Мінекей автоматты түрде өзі түсіп отырады. 20 нәтижесі. Енді оқулықтың 109 беттегі екінші тапсырманы файлмен жұмыс қылу емес, сіздер файлмен жұмыс қылып жасап көріңіздер. Мен қазір бағдарламасын new файл, жаңа файл ашып алайын. Жазып көрсететін боламын. Бізде MP сандары берілген. MP тең математикалық модуль map int input жақсы ашып шығамыз. Split жақсы ашып шығамыз. Ал енді бұны меншіктейміз біреуіне. А тең m бөлінген 10. Яғни қалдығын аламыз. B тең P бөлінген. Яғни қалдығын аламыз екеуінде. Және бізде print қолданамыз. Print. A көбейтілген. B. Жіберіп көрек. Run. Окей. Жетінші сынып. Екінші тапсырма дейміз. 109 бет. Сохранить. Мінекей. Бізде оқулықта берілгені 15.268. Арасын бөлеміз 14.785. Мінекей нәтижесі 40 шықты. Файлмен жұмыс жасап көріңіздер.
келесі сабағымды күтіңіздер.